Сауда дегеннен шығады. Ұлттық компаниялардың активтерін жекешелендіру үдерісі баяу жүріп жатқан көрінеді. Шарттар мен талаптар көп болған соң. Жұмысты ширату үшін қазір жаңа механизмдер қолға алынып жатыр. Соның бірі электрондық аукцион тәсілі. Самұрық-қазына өкілдері бүгін ашық сауданың артық тұстарын таныстырды. Санаулы минуттар ішінде компания қожайыны болғыңыз келе ме? Енді ол оңай. Бар болғаны қаражат пен ғаламторға кіру мүмкіндігіңіз болса болғаны. Желіде ірі компаниялардың активтері сатылуда. Солардың бірі Самұрық-қазына акционерлік қоғамы құрылымындағы Қазақстан теміржолы компаниясының 7 активі. Олардың ішінде техникалық қызмет, теміржол саласындағы көліктік экспедициялық және өзге де қызметтер бар. Науқанға қандай да бір активті алғысы келетін кез келген жеке немесе заңды тұлға қатыса алады. Электронды сауда ағылшын және голланд аукционы тәсілімен жүргізіледі. Ерекшелігі 3 рет ғана болады. Біріншісі ол бағаны жоғарылату тәсіл, одан кейінгі егер олар өз сатып алушының табылмаса, екінші және үшінші рет бағаны төмендеу тәсілі. Ал егер олар да сатып алушының табылмаса, мемлекеттік комиссия шешім қабылдайды. Не ол компанияларды жою, немене қайтадан құрастыру мәселесі талқыланады. Самұрық-қазына өкілдері аукционға қатысу үлгісімен таныстырды. Ол үшін азаматтар мемлекеттік реестр порталында тіркелу керек, кейін электронды сандық кілттің көмегімен өзін қызықтырған компанияны іздеп тауып, бастапқы актив құнының 15%-ын көрсетілген шотқа кепілдік жарна төлеуі тиіс. Сауда ерекшелігі аукционнан кейін жеңімпаздан өзге қатысушыларға кепілдік жарна кері қайтарылады. Количество торгов. Өтінімді сауда басталуына 2 сағат қалғанға дейін кез келген уақытта беруге болады. Саудаға қатысушы белгіленген күн мен сағатта мемлекеттік реестр сайтына кіріп, бағасын көрсетіп аукционға қатыса алады. Сауда белсенділікке қарай Астана уақытымен 17:00-ге дейін созылуы мүмкін. Ең жоғары баға ұсынғандар жеңімпаз болып саналады. Сауда нәтижесінде веб-портал автоматты түрде сауда қорытындысы туралы электронды хаттама жасайды. Оған сауда жеңімпазы мен сатушы бір күн ішінде қол қояды. 10 күн ішінде жеңімпазбен келісім жасалып, есептесетте жаңа иесі активті жекешелендіру құқығын алады. Жұрағат Баман, Қанат Әбілдин, қорытынды жаңалықтар.